Мынау бірінші әйтеуір көзге ыстық көрінетін мынау Бейжің олимпиадасының медалі 2008 жылға. Әжеме беріңізші, әжеме. Апама беріңізші шаған. Өзіңіз тапсырыңызшы деген. Мынау әлем чемпионаты 2007 жылы олимпиада лицензия алған кезде Америка құрама штаттарында Чикаго қаласында өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері, қола жүлдесі. Мынау 2006 жылғы Африка елінде, Африка құрлығында World Championship деп тұр. 2006 жылы бокстан Африканың Марокко қаласында, Касабланка деген елде, астанасында сол жерде болған әлем чемпионаты, сол әлем чемпионатының күміс медалі. Енді мына жерде бір мынау құрмет ордені, мынау сертификаты, таза Нұрсұлтан Әбішұлының өзі не қылған, таза ақ алтыннан жасалған сертификаты, мынау құрмет ордені міне. Еліміздегі әйтеуір еңбегіңіз бар деп елбасының өзі Ақордаға шақырып, Ақордада осы өзінің төс неме тағып, осы мына таза алтыннан жасалған Назарбаевтың өзінің несі сертификатымен құрмет ордені. Өміріңіздің ең бір сондай бір есте қалатын сәтінде елге алған дүниелеріңіз ғой. Қаншама сізге мысалға қандай еңбек бұл деген мысалға үйде анамыз тақымын қысып отырады. Ауылдас ағайындар бар, жекжат жұраттар бар, қазақ елі бар. Бұндай құнды дүниені ешкім бермейді. Нұреке, былай да, мен бұл дүние үшін не істеп атқан жоқпын. Бұл әшейін мен үшін сақырлаған темір терсек. Просто елімізде осындай отбасылар көп та. Жәрдем бермейміз. Қаржылай болсын. Мысалы, осы үйде 5 мына апамыздың өзіне сауық жоқ. Күйеуі 2 баласы, қызы туған. Мүгедек кәдімгі бірінші группалы инвалидтер. Осы кісілерге қарап, көңіл босап отыр. Ол бізге әшейін сақырлаған. Маған бұны әйтеуір қалай айтсам болады, шынымен бір өзім ниет қылған болмын, біраздан мен ниет қылып жүргем. Шынымен бір отбасыға көмектескім келеді енді. Қаржылай жағдайымыз жоқ, но бірақ жұмыс істеу керек та. Жұмыс істеуге ешқандай мүмкіндік жоқ біздің Шымкентте. Бермейді возможность. Жұмысты тек байдың балдар істейді, әкім балдар істейді, дөкейлердің балдар істейді. Солар отырады спорт басқармада бастық болып.